жол көлік оқиғаларын алдын алу және жолаушыларды заңсыз тасымалына тосқауыл қою мақсатында Алматы қаласында 10 мен 12 қазан аралығында тасымалдаушы атты жедел-профилактикалық іс-шара жүргізілуде. Іс-шараның негізгі мақсаты жолаушыларды заңсыз тасымалдау деректерін анықтау, техникалық ақауы бар немесе қайта жабдықталған автокөліктерін пайдалануын болдырмау, сондай-ақ такси қызметін заңсыз көрсетіп жүрген тұлғаларды анықтау. Патрульдік полиция полкі азаматтарды жол қозғалысы ережелерін сақтауға және тек заңды негізде қызмет көрсетуге шақырады. Өз қауіпсіздігіңізді және жолаушылардың өмірін қорғаңыз.